Қызметті пайдалану үшін егов.kz порталына кіреміз. Сізге авторизациядан өтудің бірнеше нұсқасы ұсынылады. Біз бір жолғы жасырын сөзді таңдаймыз. GSM мен телефон нөмірін енгіземіз. Егер сіз мобильді азаматтар базасында тіркелсеңіз, телефоныңызға кіруге рұқсат беретін SMS-код келеді. Әрі қарай басты беттен жұмысқа орналастыру және жұмыспен қамтылу сілтемесіне өтеміз. Оның ішінен жұмыссыз ретінде тұлғаларды тіркеу қызметін таңдап, онлайн сұрау жасаймыз. Шыққан беттен автоматты толтырылған жеке мәліметтерімізді тексереміз. Соңында керекті жұмыспен қамту бөлімін таңдаймыз. Растау белгісін қойып, әрі қарай батырмасын басамыз. Екінші қадамда біліміңіз және бұдан бұрын істеген жұмысыңыз жөнінде мәліметтерді толтырыңыз. Қосымша жазба қосу қажет болса, тиісті батырманы басып сақтаймыз. Жұмыс істеген орындарды да дәл осылайша толтыруға болады. Жұмыс істеген орындарды да осылайша толтыруға болады. Әрі қарай жұмысқа тұруда басымдық алу үшін келесі мәліметтерді дұрыс толтыру сұралады. Жұмыссыз болу себебі, есепке тұру мақсаты, білім деңгейі, икемі бойынша мәліметтерді толтыру қажет. Жұлдызшамен белгіленген жолдарды міндетті түрде толтыру керек. Сонымен бірге мұнда қалайтын лауазымды таңдап, кәсібі бойынша және қалайтын еңбекақы мөлшері туралы жолдарды және ең соңында жұмыс істеу тәртібін толтыру қажет. Әрі қарай еңбек.kz порталында жеке мәліметтеріңізді жариялауға рұқсат сұралады. Растау белгісін қойып, үшінші қадамда сұрауға ЭЦХ немесе бір жолғы жасырын сөз арқылы қол қоямыз. Дайын, сұрауыңыз жолданды. Оның мәртебесін сіз жеке кабинетіңізден бақылап отыра аласыз.